сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде 3-ші сынып математика сабағы. Қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі, түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Ортақ тақырып судың жануарлар үшін пайдасы. Оқу мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санны 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Балалар, барлық жануарларға өмір сүру үшін ауа, су, жарық, қорек қажет. Адамға, өсімдікке, тіршілік үшін қаншалықты су маңызды болса, жануарларға да сондай маңызды екен. Суда қосмекенділер, балықтар, жорғалаушылар өмір сүреді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Балықтар 75% судан тұрады екен. Жануарларға 75% судан тұрады екен. Медуза 99% судан тұрады екен. Сиырға 1 литрлік сүт беру үшін 5 литрлік су ішу керек екен. Көрдіңдер ме, балалар? Жыланның өзі суда шағалмайды екен. Осындай да қызықтар болады екен, балалар. Әлемдегі ең ірі балық акула, ұзындығы 15 метр, салмағы 20 тонна. Ең ірі жануар көк кит, салмағы 150 тонна екен, балалар. Балалар, 104 көбейтілген 4 жазбаша көбейту алгоритмімен танысайық. Алдымен 104 пен 4-тің көбейтіндісін бағандап жазып аламын. Енді балалар, бірліктерді көбейтемін. 4-ке 4-ті көбейтемін. 16. Бірін есте сақтап қаламын. 6-сын жазамын бірліктердің астына. Енді ондықтарды көбейтемін. 4-ке 0-ді көбейтемін. 0. Есіме сақтаған 1-ді жазып қоямын. Енді жүздіктерді көбейтемін. 4-ке 1-ді көбейтсек 4. 104 пен 4-тің көбейтіндісі 116 шықты. Қазір 416 мен 4-тің бөліндісі алгоритмімен танысатын боламыз. Ол үшін 416-ны 4-ке бағандап бөліп аламыз. Бөлінгіш 416, бөлгіш 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш 4 жүздік. Бөлінді де, балалар, 3 цифр бар. Олар жүздік, ондық және бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін, яғни 4-ке 4-ті бөлетін болсақ, балалар, 1 болады. 1-ді бөліндіге жазамын. 4-тен 4-ті азайтсақ, 0 болады. Яғни, балалар, 4-ке бөлуге болмайды, бөліндіге 0-ді жазып қоямын. Енді, балалар, бірліктерді бөлемін. 1 ондық және 6 бірлік, бұл 16 бірлік болады. Яғни, 16-ны 4-ке бөлсек, 4 болады. 4-ті бөліндіге жазамын. 16-дан 16-ны азайтсақ, балалар, 0-ге тең болады. Оқимын. 416 мен 4-тің бөліндісі 104-ке тең болады. Жарайсыңдар, балалар. Біз бөлу амалын жақсы түсіндік деп ойлаймын. Балалар, енді қазір кітабымыздың 14-ші бетіндегі 2-ші есепке назар аударайық. Баған түрінде есепке дұрыстығын тексер. 209 бен 2-нің көбейтіндісі. Кәне, балалар, ойланайық. Қолымызға қалам қағазды алып, менімен бірге есептейік. 209-ды 2-ге көбейтеміз. Қаншаға тең болады, кәне, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 418-ге тең болады екен. Балалар, көбейту амалына кері амал қандай амал бізде? Бөлу амалы. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше біз көбейтуді қандай амалмен тексереміз? Бөлу амалмен тексереміз. 418 бен 2-нің бөліндісі қаншаға тең болады? 209-ға тең болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі есепке қараймыз. 208 бен 3-тің көбейтіндісі. Кәне, ойланып отырып есептеп көрейік. Қаншаға тең болады? 624. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, біз несеміз? Дұрыс айтасыңдар. 624-ті 3-ке бөлеміз.
Қаншаға тең болады? 208-ге тең болады екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Келесі 203 пен 4-тің көбейтіндісі қаншаға тең болады? Ойласамыз, кәне балалар. 812-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі енді біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 812-ні 4-ке бөлеміз. Қаншаға тең болады? 203-ке тең болады. Жарайды балалар, жақсы шығардық. Жауаптарын тексеріп көрейік. Біздің жауабымыздың барлығы дұрыс болып шықты. Енді балалар, осы сияқты есепті қазір өзіміз орнымызда отырып, осы екінші есептің әсін өзіміз шығарып, менің WhatsApp желіме жіберіңдер. Сендердің дұрыс шығаратындарыңа мен сенімдімін. Енді кітабымыздың 15-ші бетін ашсақ, 3-ші есепті оқиық. Комоддық кесірткенің ұзындығы 209 сантиметр, ал қолтырауынның ұзындығы одан 3 есе артық. Қолтырауынның комоддық алабажақ кесірткеден неше сантиметр ұзын дейді балалар. Яғни біз не істейміз ол үшін? Қолтырауынның ұзындығын табамыз. Қолтырауынның ұзындығын табу үшін не істейміз, кәне балалар? Ойласайық. Дұрыс айтасыңдар. 3 есе артық дейтін болса, біз балалар не істейміз? 209-ға 3-ті не істейміз? Көбейтеміз. Жарайсыңдар балалар. 209-ға көбейтеміз 3-ті. Кәне қолымызға қалам ұстап, дәптер ұстап, 209-ға 3-ті көбейтіп көрейік. Қаншаға тең болады екен, кәне балалар? Дұрыс айтасыңдар. 627-ге тең екен. Енді балалар, оның біз неше сантиметрге ұзын дейді, яғни оның айырмасын табады екенбіз. Ол үшін біз не істейміз балалар? Не істейді екенбіз? Дұрыс айтасыңдар. 627 бен 209-дың айырмасын табамыз. Кәне қолымызға қалам ұстап, дәптерге шығарып, өз бетімізбен азайтып көрейік. 627 азайту 209. Қанша болады екен балалар, кәне? Дұрыс айтасыңдар. 418-ге тең болады екен. Кәне, біз яғни қолтырауынның комоддық кесірткеден қанша сантиметр ұзын екен балалар? 418 сантиметр ұзын екен. Енді біз дұрыс шығардық па? Жауабымызды тексеріп көрейік. Дұрыс шығарған екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар өз бетімізбен қазір отырып, осы есептің әсін шығарып көрейік. Мен сендердің дұрыс шығаратындарыңа сенемін. Кітабымыздың 15-ші бетіндегі 4-ші тапсырма бізде теңдеу екен. Енді барлығымыз біздің теңдеу шешу білеміз ғой балалар? Білеміз. Жарайсыңдар балалар. Енді қараймыз. 165 қосылған x тең 104 пен 3-тің көбейтіндісі не? Бірінші біз белгісізді жазып аламыз, яғни 165 қосылған x. Енді не істейміз балалар? 104-ті 3-ке көбейтеміз. 104-ті 3-ке көбейтіп көрейік, кәне. Қаншаға тең болады? 312-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Енді 165 қосылған x тең 312. Енді не істейміз балалар біз? Дұрыс айтасыңдар. 312-ден 165-ті азайтамыз. Яғни 312-ден 165-ті азайтамыз. Яғни бұл жерге біз қандай амалды қояды екенбіз? Азайту амалын қояды екенбіз. Дұрыс айтасыңдар. 165-ке. Кәне, азайтып болдық па? 312-ні 165-ке азайтып көрейікші. Қаншаға тең болады екен? 147-ге тең екен. Кәне, шығарып көрейік. 147-ге тең. Жарайсыңдар балалар.
Өте дұрыс шығардыңдар. Келесін оқиық. 3 пен x-тің көбейтіндісі тең 568 пен 241-дің айырмасына. Бірінші, бізде белгісіз 3 пен x-тің көбейтіндісін жазып аламыз. 568-ден 241-ді азайтамыз. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 327-ге тең болады екен. Енді не істейміз балалар? 327-ні бөлеміз нешеге? 327-ні бөлеміз бөлу амалын қоямыз бұл жерге. 327-ні бөле беріңдер балалар сендер. 327-ні бөлеміз. Яғни нешеге? 3-ге. 327-ні 3-ге бөлсек, қаншаға тең болады екен кәне балалар? 327-ні 3-ге бөлетін болсақ, 109-ға тең болады екен. Енді балалар, біздің есебіміз дұрыс па? Тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Барлығын дұрыс шығарған екенсіңдер. Енді бізде ары қарай тағы да осыған ұқсас есептер бар. Сол есептерді өзіміз орнымызда отырып шығарайық. Балалар, сендер есептерді өте жақсы шығарып жатырсыңдар. Енді кітабымыздың 15-ші бетіндегі 5-ші есепке назар салайық. Яғни, көбейтінділердің көбейткіштердің квадратына немесе кубына алмастыр, өрнектердің мәнін тап деген. Балалар, 4 көбейтілген 4 көбейтілген 4. Яғни, бұл бізде 4-тің несі болады? Дұрыс айтасыңдар, бұл бізде 4-тің кубы болады екен. Яғни 4-ті өзіне 3 рет көбейтсек, қаншаға тең болады? Кәне ойланып көрейік балалар. Яғни 4-ке 4-ті көбейтсек 16, 16-ға 4-ті көбейтсек, қаншаға тең? 60. 4-ке тең екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10. Яғни 10-ды өзіне 3 рет көбейтіп тұрмыз. Ол бізде 10-ның кубы деп аталады. Яғни 10-ды өзіне 3 рет көбейтсек, қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. 1000-ға тең болады екен. 5 көбейтілген 5. Бұл бізде 5-тің несі болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 5-тің квадраты болады. 5-ті өзіне 2 рет көбейтсек, яғни 5 пен 5-ті көбейтіндісі нешеге тең болады? 25-ке тең болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі 3 көбейтілген 3, яғни бұл бізде 3-тің несі деп аталады? 3-тің квадраты деп аталады. Яғни 3-ке 3-ті көбейтсек, бұл біз білеміз. Қаншаға тең болады балалар? 3-ке 3-ті көбейтсек, 9-ға тең болады екен. Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Келесі 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2. Яғни 2-ні өзіне 3 рет көбейтіп тұр. Яғни ол бізде 2-нің несі деп аталады? Кубы деп аталады екен. Жарайсыңдар балалар. 2-нің кубы қаншаға тең болады екен балалар? 2-ке 2-ні көбейтсек 4, 4-ке 4-ті көбейтсек қаншаға тең болады? 16-ға тең болады екен. Келесі 6 мен 6-ның көбейтіндісі, яғни 6 мен 6-ның көбейтіндісі деген бізде 6-ның квадраты деп жазылады. 6-ға 6-ны көбейтсек қаншаға тең? 36-ға тең екен. Жарайсыңдар балалар. Енді осының жауаптарын тексеріп көрейік. Біз дұрыс шығардық екен. Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Біз есепті жақсы өз дәрежесінде шығарып жатырмыз. Енді сендерге тапсырма, осы есепті ары қарай өзіміз жалғастырып, шығарып, маған WhatsApp желісіне жіберулеріңді сұраймын. Балалар, суреттен ненің суретін көріп тұрмыз? Түйенің суретін көріп тұрмыз. Ендеше қазіргі есебіміз біздің осы түйеге байланысты екен. Кәне оқиықшы. Түйе ғажап жануар. Ол сусыз 2 апта жүре алады. Түйе бір ішкенде 108 литрге дейін су ішеді. 6 түйеге неше литр су қажет дейді. Енді қараймыз, балалар, бұл жерде не белгілі? Бір түйеге 108 литрдің судың қажет екені белгілі. Не белгісіз? 6 түйе қанша литр су ішетіні белгісіз. Ендеше не істейміз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Не істейді екенбіз? 108-ге көбейтеміз нешені? 108-ге көбейтеміз 6-ны. Кәне қалам қағаздарымызды алып, 108-ді 6-ға көбейтіп көріңдер. Қаншаға тең болады екен балалар? Кәне ойласамыз. 108-ді 6-ға көбейтетін болсақ, қаншаға тең? Дұрыс айтасыңдар.
қаншаға тең екен? 648 екен. Ендеше балалар, 6 түйеге қанша литр су кетеді екен? Дұрыс, 648 литр су қажет екен. Енді жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс шығарған екенбіз балалар. Енді балалар, осы есептің келесін өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Балалар, енді кітабымыздың 16-шы бетіндегі 8-ші есепке назар аударайық. Тік төртбұрышты үшбұрыштардың ауданын тап дейді. Енді қараймыз. Ұзындығы 3 сантиметр, ені 2 сантиметр. Егер тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін табатын болсақ, біз не істейміз? 3 пен 2-ні көбейтеміз. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ, қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6-ға тең болады. Яғни бізде тік төртбұрыштың жартысы болғандықтан біз 6-ны 2-ге бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлсек, қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, қаншаға тең болады? Яғни ауданы оның 3-ке тең болады екен. Жарайсыңдар, келесісін қарайық. Яғни ұзындығы 4 сантиметр, ені 3 сантиметр. Яғни оның ауданын табу үшін 3-ке 4-ті көбейтеміз. Қаншаға тең болады? 12. Ал жартысының ауданын табу үшін 12-ні 2-ге бөлеміз. Қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6-ға тең болады екен. Келесісін қараймыз. Яғни 5 пен 4-ті көбейтеміз. Қаншаға тең? 20. 20-ның жартысы бізде нешеге тең балалар? Дұрыс айтасыңдар, 10-ға тең. Біздің есебіміз дұрыс па екен? Тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Жарайсыңдар балалар. Үйге тапсырма 16-шы беттегі 6-шы есеп өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептеп шығарып келеміз. Жарайсыңдар балалар. Бүгін барлықтарыңда сабаққа жақсы қатысып отырдыңдар. Мен сендермен мақтанамын. Бүгінгі сабақта аяқталды. Назарларыңызға рахмет.